Айдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің филология бөлімінің 3-ші курс студенті Раут Карина. Пән қазақ тілі 8-ші сынып. Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Қане балалар, осы суреттерге қарап бүгінгі біздің тақырыбымызды тауып көрейік. Әрине, дұрыс айтасыздар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әлемнің әйгілі театрлары. Оқу мақсаты: оқылым мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау. Тапсырмаға көшпес бұрын бейнебаянды тамашалаңдар. Әлемде кішкентай театр бар. Австрияның Филах қаласындағы бұл театрға 8 көрерменнен артық сыймайды екен. Кремль сарайы деп аталатын театр көлемінің кішілігі жөнінен Гиннестік рекордтар кітабына енді. Ал аумағы ат шаптырым болатындай театрлар жайында не білеміз? Ол жайында бейнесюжетте айтылады, назар аударайық. Сахналық қойылым жайлы ең көне дерек біздің дәуірімізге дейінгі 2500 жылы қағазға түскен. Театр өнер ордасы болып, ежелгі Грекияда қалыптасты. Эллада елінің әртістері қолданған маскалар театр символына айналды. Әлемде сәулетімен де, өнерімен де таңғалдырарлық театрлар жетерлік. Соның бірі 130 жылдық тарихы бар Нью-Йорк штатындағы Метрополитен опера театры. 3900 орынды қамтитын рухани ошақ үздік қойылымдарымен танымал. Театр ұжымында 860 адам жұмыс істейді. Екінші орында Чикаго қаласындағы 44 қабатты кеңсе ғимаратында орналасқан Лирик опера театры. 3563 көрерменге арналған мекемеде дүние жүзінің әйгілі әншілері өнер көрсеткен. Ерекше дизайнымен ерекшеленетін бұл театр 1929 жылы ашылған. Италияның атағын дүние жүзіне танытқан Ла Скала опера театры. 1778 жылы өз жұмысын бастаған өнер ордасы 2030 орынға арналып салынған. Тереза Берганса, Питер Глоссоп сияқты шетел әншілері Ла Скалада өнерлерін асқақтатты. Керемет қойылымдармен әлем аралап жүрген театр ұжымы осы жылдың маусым-шілде айларында Астана опера театрына гастрольдік сапармен келеді. Ал енді балалар, бірінші тапсырмаға көшейік. Мәтіндерді салыстырып оқыңдар. Тақырып қойыңдар. Оқылым мәтіні бойынша фила кестесін толтырыңдар. Оқулықтың 215 бетін ашыңдар. Фила кестесі: мәтіндегі фактілер, мәтіндегі идеялар, сұрақтар, әрекет жоспары. Осы тапсырманың дескриптары: мәтіндерді салыстырады 1 ұпай, мәтіндерге тақырып қояды 1 ұпай, фила кестесін толтырады 1 ұпай, барлығы 3 ұпай. Оқушылар, бұл тапсырманы орындау үшін сіздерге 10 минут уақыт беріледі. Асықпай тапсырманы жүйелі түрде орындаңдар. Жарайсыңдар балалар, жасаған жұмыстарыңызды жетістік баспалдағы әдісі арқылы бағалаңдар. Тапсырманы орындай алдым, аздап қиналдым, тапсырманы орындай алмадым. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Әміре Қашаубаев туралы мәліметтерді негізге алып, жай сөйлем түрлеріне мысалдар жазыңдар. Осы тапсырманың дескриптары: мәлімет қарастырады 1 ұпай, мысалдар жазады 1 ұпай, барлығы 2 ұпай. Оқушылар, бұл тапсырманы орындау үшін сіздерге 10 минут уақыт беріледі. Тапсырманы жүйелі түрде орындаңдар. Өз жұмыстарыңызды басбармақ әдісі арқылы бағалаңдар. Өте жақсы, жақсы, орташа. Ал енді ребусты шешіп көрейік. Бірінші суретте бізде дәптер берілген. Дәптер сөзінің алғашқы 3 әріпін және соңғы 2 әріпін алып тастаңдар. Екінші суретте үстел берілген. Үстел сөзінің алғашқы 3 әріпін және соңғы 1 әріпін алып тастаңдар. Келесі қалам суреті. Қалам сөзінің алғашқы 1 әріпін және соңғы 3 әріпін алып тастаңдар. 9 санының соңғы 4 әріпін алып тастаңдар. Соңғы суретте бізде қардың суреті берілген. Қар сөзінің алғашқы 2 әріпін алып тастаңдар.
Мінекей балалар, ребустың жауабы театр сөзі. Жарайсыңдар. Енді үшінші тапсырмаға көшейік. Қазақстандағы әйгілі опера және балет театрлары туралы ізденіп, таныстырылым жасаңдар. Бұл тапсырманың дескриптары. Мәлімет қарастырады 1 опай, таныстырылым жасайды 1 опай, барлығы 2 опай. Оқушылар, бұл тапсырманы орындау үшін сіздерге 10 минут уақыт беріледі. Асықпай тапсырманы жүйелі түрде орындаңдар. Жарайсыңдар, өз жұмыстарыңды смайликтер әдісі арқылы бағалаңдар. Мінекей, бүгінгі біздің сабағымыз өз мәресіне жетіп қалды. Үй жұмысы. Қазақстандық бірнеше театрдың қай қойылыммен ашылғанын тауып, кестені толтырыңдар. Кестені дәптерлеріне жазып алыңдар. Театрлардың аты, жылы, қойылымның аты. Бүгінгі біздің сабағымызды бекіту мақсатында тазалық атты кері байланыс жүргізейік. Тақырып бойынша алған керекті ақпаратты чемоданға салыңыздар. Сабақтағы керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар. Бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендері болса, еттартқышқа салыңыздар.